Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге тіске басар екі тағам түрін және жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл бізде қайнатпалы қамырдан, ішінде сыр салмасы бар тіске басар. Қайнатпалы қамырдан тәтті түрі де бар. Менің алдыңғы видеомнан көрсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырашаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер. Екінші түрі дайын лаваштан, ішінде сыр оралған тіске басар. Керекті заттарды видеоның астына описанияға жазып қоямын. Тіске басар тағамдарымызды дайындауға кірісеміз. Кішкентай кастрюляны плитаның үстіне қойып, кастрюляның ішіне 200 грамм газдалмаған таза суды құйып, суымызды қайнатамыз. Судың ішіне 100 грамм сливочный май саламыз. Сливочный майдың майлылығы 82%-тен кем болмау керек. Кішкене тұз саламыз. Май салған суымыз қайнағаннан кейін плитаның астын сөндіріп, ішіне 100 грамм жоғарғы сорт ұнды сеуіп, жақсылап араластырып, массамызды біріктіреміз. Жақсылап араластырып, массаны біріктіреміз. Суыған массаны таза ыдысқа салып, үстіне бір-бірден жұмыртқа жарып, араластырып миксерлейміз. Миксерлеріңіз болмаса, лопатканың көмегімен араластыруға болады. Мен бұл жерде 3 жұмыртқа пайдаландым. Лопатканы жоғары көтергенде қоймалысын өзін-өзі ұстап тұратын осындай масса болу керек. Осы кезде духовканы қосып қыздырамыз. Дайын болған массаны тестаны силиконовый кондитерский мешокқа салып, есіктің үстіне кондитерский коврик төсеп, кондитерский мешоктың көмегімен тестаны сығып, осындай қалып форма келтіреміз. Мен открытая звезда насадкасын қолдандым. Алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 10 минут, верх-низ, одан кейін градусын 160 градусқа азайтып, тағы 15 минут пісіреміз. Духовканың есігін ашпаймыз. Духовкада 25 минутта дайын болып пісіп шықты. Енді салмасына керек заттарды дайындаймыз. Бұл үшін бізге суға піскен 4 жұмыртқа керек, 200 грамм сыр, 2 орташа сарымсақ, чеснок, жарты пучок аскөк, укроп, 200 грамм фета сыры және 200 грамм майонез. Салмасын дайындаймыз. Ең алдымен сырды чоркадан өткіземіз. Чоркадан өткен сырдың үстіне фетакса сырды қосамыз. Аз көкті ұсақ қылып турап, салмамызға саламыз. Піскен жұмыртқаларды чоркадан өткізіп, салмамызға қосамыз. Екі сарымсақты ұсақ чоркадан өткіземіз. Майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді пісіп шыққан болашақ тіске басарымыздың жоғарғы бетін пышақтың көмегімен кесіп, ортасына дайын салмамызды саламыз. Аз көкпен әсемдеуге болады. Пышақтың көмегімен кесіп, ортасына салмамызды салып, аз көк салып,
әсемдеуге болады. Тіске басарларымыз дайын. Тіске басарларымыздың екінші түрін жасаймыз. Ол үшін дайын лаваш, сыр, сырдың екінші түрі және 3 жұмыртқа керек. Лаваштың ортасынан қиып, бірнеше квадраттарға бөліп қиямыз. Сырларды ұзынша етіп тураймыз. Сырларды лавашқа салып ораймыз. Лаваштар дайын. Плитаның үстіне табаны қойып, кішкене май салып қыздырамыз. Бөлек табақтағы жұмыртқамызға кішкене тұз салып, көпіртіп қоямыз. Енді лавашты алып, жұмыртқаға малып, лаваштың шовын астына қаратып, қызған табада қуырып аламыз. Лаваштың жан-жағынан аударып, қызартып аламыз. Табанның бетін қақпақпен жапсаңыздар болады. Тіске басар тағамдарымыз дайын болды. Менің тіске басар тағамдарымның рецепті ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көресіздер.